қалалық әкімдікте Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, әлеуметтік қорғау және бақылау комитеті басқарма төрағасының орынбасары Төлеген Қапақұлы бастаған түсіндірме топ комиссия мүшелерімен кездесу өткізді. Ондағы басты мақсат бүгінгі таңда мемлекетте болып жатқан ірі реформаларда, соның ішінде өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз ету бойынша зейнетақы қорындағы ерекшеліктерді халыққа түсіндіру болды. Осыған сәйкес тиісті дербес бөлім басшыларына 2017 жылдың 6 айлық көрсеткіші негізінде туындаған мәселелер жөнінде сөз болып комиссияға ұсынылды. Біз енді халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде қызмет жасап жүргеннен кейін біздің кәдімгі жұмыстың елбасы айтқан сияқты кәдімгі министрліктің іштеріндегі ең маңызды министрлік. Неге десеңіз, біздің кәдімгі жұмыс бабымызда жұмыс істейтін адамдарымыз ол кәдімгі бала туғаннан бастап, ол ана дүниеге кеткенге дейін бүкіл сол ана орысша айтқан контингент дейміз ғой, сол контингенттің барлығы сол біздің министрліктің төңірегінде айланған. Сондықтан біз енді кейбіреулер жұмысшыларға жауап беретін болса, кейбіреулер балаларға жауап беретін болса, кейбіреулер пенсионерге жауап беретін болса, біздің министрлік толық осы мына Қазақстан бойынша, сол Қазақстанда тұрған халықтың барлығына жауап береді. Сондықтан біздің алдымызға қойған мақсатымыз сол халқымыздың дәстүрі, деңгейі әрқашанда жоғары биіктікке көтерілсін деген мақсатпен ең алдымен сондай талап қойып отырмыз. Сол талапты орындау үшін мына министрліктің тапсырмасымен, біздің министрліктің тапсырмасымен осы мына 1-7 болды. Министрліктің 10 шақты мамандары осы оңтүстік Қазақстан облысында министрліктің апталығын өткізіп жатыр. Айта кетейік, соңғы 6 айдың қорытындысы бойынша облыс көлемінде 686 тексерулер жүргізіліп, 794 заң бұзушылығы анықталған, ал осылардың 42-сі біздің қалаға тиесілі. Арыз-шағым бойынша 21 заң бұзушылық орын алған. Олардың басым бөлігі қалалық білім мен денсаулық сақтау саласына тікелей қатысты. Сондай-ақ Ақберен жауапкершілігі шектеулі қызметінде де тексерулер әлі күнге дау туғызып жатқанын, тиісті берешек қарыздар көлемі 8 миллион теңгені құрайтынын жеткізді. Сонымен қатар биылғы жылғы санақ бойынша әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қорытындысы негізінде 81.222 адамның статус анықталмаған, демек тіркелмеген деген сөз. Сондай-ақ 532 тұрғын жұмыс жасаймыз деп таныстырғанмен, бірыңғай базада зейнетақы төлеуші ретінде тіркеуге алынмаған немесе өз еркімен тіркелмеген. Осыған қатысты да министрлік өкілі өз ұсынысын жеткізді. Онда ешқандай қиындық жоқ, тек қана заңды білу мен уақытылы тіркеліп төлеу. Осыдан барып шіленің бірінен бастап күшіне енетін міндетті әлеуметтік медициналық сақтау жүйесі де жүзеге асатынын жеткізді. Егер сіз зейнетақы қорына ай сайынғы жалақыңыздан керекті мөлшерді салмасаңыз, бұл жүйе сізге қызмет етпейді. Онда қажетті медициналық көмекті сіз өз қаражатыңызбен төлейтін боласыз. Осы және де өзге де өзгерістер жайында әңгіме өрбіткен өкіл комиссия мүшелерінің сұрақтарына да тиісті жауаптар берді. Айта кетейік, біздің өңір бойынша жүргізілген жұмыстар нәтижесін қорытындылау ертең облыста еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенованың арнайы қатысуымен болады. Осында өңір-өңірді аралап, елді мекендерде осында елмен кездесіп, түсіндіріп атқан мәселелеріміз, ол қазіргі еліміздегі болып атқан өзгерістер, әлеуметтік саласындағы өзгерістер, медициналық саладағы өзгерістер, еңбек қатынастарындағы болып атқан өзгерістер, солардың барлығының кәдімгі елге, халыққа түсіндіріп, нәтижелеп, солардың егжей-тегжейін түсіндіріп айтып беру. Соның барлығының нәтижесі осы мына барған жеріміздегі елдердің, халықтардың кішкене деңгейін кішкене осындай заңдылыққа деген көзбен көріп, соныған кішкене қолымыздан келгенше соны көтеру. Бұл енді міндетті түрде біз енді айтып отырмыз ғой, негізі бұл енді бұл жұмысты біз екі өңірде өткізіп келдік. Ол енді солтүстік Қазақстанда Ақмола облысында өткіздік. Ол жерде де осында бір апталық біздің министрліктің күндері өтті. Оның өзінде де біз енді мен өзім еңбек қатынастарын басқарып отырғаннан кейін мен енді көбінесе сол еңбек туралы өзгерістер, заңнаманың өзгерістерін айтып жатырмын. Бірақ енді басқа өңірлерде де сіздерге де келіп кеткен шығар, кеше біздің мамандарымыз әлеуметтік саланы игеріп жүрген адамдар. Солардың барлығы енді қазір өздеріңіз білесіздер ғой. Мына біздің кәдімгі пенсионный реформалар болып жатыр қазір мемлекетімізде. Біз енді қазір ана
солидарный пенсиядан накопительный пенсионный системаға ауысып жатырмыз. Солардың барлығын енді біздің кәдімгі әлеуметтік саладағы мамандар қазір жергілікті жерлерде солардың барлығын түсіндіріп жүргізіп жатыр. Енді соның нәтижесі ертең Шымкентте болады. Тамара Касымовна Дүйсенова біздің министріміз өзі келіп сол жерде ақырғы есепті өзі тыңдайды сол жерде. Енді ойлаймын, сол басқа өңірлердегі сияқты осы мына оңтүстік Қазақстандағы да жұмыс нәтижелі өтті деп. Тұрмысты енді бағандан бері аудан әкімімен бірге кішкене сұхбаттасық, көрсеткіштерді айтты. Негізгі енді біз енді айтып отырғанымыз, біз келіп отырғанымыз осы бағанаға айтқандай, мына қазір медициналық сақтандыру қоры ашылып, осы медицинский страхование деген ашылды деп жатырмыз, осы 1 шілдеден бастап. Сол мәселедегі жұмыстарды мен әкіммен сұхбаттасқанда, мына статус айтып отырмын ғой, оның ішінде ең бастысы осы мына әр адамның статусын белгілеу болды. Сол енді статус белгілегенде енді біз айттық, енді бұл шарадағы жұмыстар дұрыс салада жүріп жатыр. Ойлаймын, бәрі дұрыс болады. Түсіндірме жұмыстарының қарқыны әзірге жаман емес. Тек қарапайым халықты әлеуметтік қорғаулар жүзеге асса болғанына. Ақеркеш Мабайқызы, Әбубәкір Анарбайлы.